Мені өте мұқият тыңдаңыз. Дәл қазір, кейінге қалдырмай, өткен түнімізді еске түсірміз. Қалай ұйықтадыңыз? Дәлірек айтсам, түнде неше рет тұрдыңыз? Түнгі 3, үй іші тыныш, барлығы ұйықтап жатыр. Ал сіз тағы да дәретханаға бара жатырсыз. Ұйқымыз қанбаған, ішімізде ашу бар, өз ағзаңызға реніш бар. Сіз үнсіз тұрасыз, күтесіз, ал ағыс әлсіз. Үзіліп шығады. Әрең, бітті. Қайта төсекке жатасыз. Бірақ іштім төменгі жағында бір жағымсыз сезім қалады. Бәрі шықпаған сияқты. Ұйқымыз қашады. Таңертең басымыз ауыр, жүйкеміз жұқарған. Ал шаршау таңғы асқа дейін ақ басталады. Енді мен өзімді таныстырайын. Мен 30 жыл медицинада жұмыс істеген дәрігермін. Жүздеген емес, мыңдаған ер адамдарды көрдім. Және сізге шындықты айтайын. Егер сіз мұның бәрін, жас қой, 60-тан кейін солай болады деп ақтап жүрсеңіз, сіз өміріміздегі ең қауіпті қателікті жасап жүрсіз. Қарттық, дәретхана жанында өмір сүру деген сөз емес. Бұл табиғаттың заңы емес. Бұл ағзаңыздың көмек сұраған дауысы. Ал сіз оны елемей жүрсіз. Мен көптеген ер адамдарды көрдім. Олар дүкенге шығудан қорқады, ұзақ жолға бармайды, достармен кездеспейді. Өйткені олардың өмірі бір нәрсеге айналған. Ең жақын дәретхананы іздеу. Ал дәрігерлер не ұсынады? Қымбат таблеткалар, жанама әсерлері бар, немесе бірден операция. Тыңдаңыз, мен медицинаға қарсы емеспін, бірақ бір шындық бар. Операцияға дейін, химиялық дәрілерге дейін ағзаңызға мүмкіндік беру керек. Сіздің денеңізде тіпті 80 жастада қалпына келу қабілеті бар. Тек екі нәрсе керек. Дұрыс тамақ және дұрыс сигнал. Бүгін мен сізге бір қарапайым нәрсе айтамын. Көпшілік дәрігерлер айтпайтын нәрсе. Біз сіздің простатаңызды қорғайтын 5 қарапайым өнім туралы сөйлесеміз. Ешқандай сиқыр жоқ. Таза биология. Алдымен бір өтініш. Егер сіз өміріңіздің екінші жартысын белсенді, сергек, тәуенсіз өткізгіңіз келсе, каналға жазылыңыз. Мұнда бос уәде жоқ. Мұнда ағзаны қалай дұрыс пайдалану керектігін үйренеміз. Жазылдыңыз ба? Жарайсыз. Енді маңызды нәрсеге көшейік. Ер адамның негізгі мәселесі қайда екенін түсіну керек. Простата қуықтың дәл астында орналасқан. Ал оның ортасынан зәр шығатын түтік өтеді. Қарапайым мысал елестетіңіз. Бақшадағы су шлангы. Егер сіз оны басып қалсаңыз не болады? Су дұрыс ақпайды. Дәл сол нәрсе сіздің ағзаңызда болып жатыр. Простата үлкейеді, қысады. Ал қуық зәрді итеру үшін 3 есе күш жұмсайды. Уақыт өте келе не болады? Қуық шаршайды. Сезімтал болады. Сондықтан сізді дәретханаға, тіпті ішінде аз ғана зәр болса да жиі жібереді. Көп таблеткалар тек симптомды басады. Ал себеп мыналар: қабыну, гормон теңсіздігі, қан айналымының нашарлығы. Маған қазір шын жауап беріңіз. Түнде неше рет тұрасыз? Пікірге жазыңыз. Және қай қаладан екеніңізді жазыңыз. Мен үшін бұл маңызды. Әртүрлі аймақтарда адамдардың тамақтануы әртүрлі. Ал ол ер адамның денсаулығына қатты әсер етеді. Егер сіз бұл мәселені енді төзбеймін десеңіз, лайк басыңыз. Кеттік. Біз қорғаныс командасын жинаймыз. Бүгін мен айтатын әр өнімнің өз рөлі бар. Бірақ бір маңызды ереже бар. Артық жеуге болмайды. Медицинада бәрін доза шешеді. Артық болса бауырға зиян. Аз болса әсер жоқ. Сондықтан бастайық. Нөмір 5 өнім – бадам. Көп ер адамдар оны бағаламайды. Бұл әйелдерге арналған жеңіл тағам деп ойлайды. Қателеседі. Бадам қабынуға қарсы күшті құрал. Онда Е дәрумені, пайдалы майлар көп. Ал простата қабынғанда не болады? Ол ісінеді, қуыққа қысым түседі. Бадам сол ісікті азайтуға көмектеседі. Ол ағза ішінде кішкентай өрт сөндіргіш сияқты жұмыс істейді. Менің бір пациентім болды, 6-8 жаста. Ол маған: дәрігер, мен дәретханада тұратын адамға айналдым деді. Біз оған жаңа дәрі жазған жоқпыз. Тек бір әдет қостық. Күніне бір уыс бадам. Бір айдан кейін ол түні бойы ұйықтай бастады. Бұл ғажайып емес.
Бұл физиология. Егер қаласаңыз, мен толық мәтінді күшті вирус стилінде 18 минуттық идеал құрылыммен YouTube алгоритміне лайық етіп жасап бере аламын. Көп каналдар дәл осы әдіспен миллион қаралым жинап жүр. Ал енді тыңдаңыз. Бадам тек бастамасы. Негізгі күрес басқа жерде жүреді. Гормондар деңгейінде. Және дәл осы жерде сахнаға келесі өнім шығады. Нөмір 4-ші өнім. Грек жаңғағы. Мен оны блоктаушы деп атаймын. Көп адам бұл жаңғақты тек миға пайдалы деп ойлайды. Бірақ ер адамдар үшін оның маңызы одан да үлкен. Грек жаңғағында фитостеролдар бар. Бұл не үшін керек? Бір гормон бар. Дегидротестостерон, қысқаша ДХТ. Қарапайым тілмен айтсақ, бұл өсу гормоны сияқты. Егер ол көп болса, простата бақылаусыз үлкейе бастайды. Ал не болады? Сіз білесіз. Ағыс әлсіз. Дәретхана жиі. Толық босамау сезімі. Ал грек жаңғағы не істейді? Ол осы гормонның әсерін әлсіретеді. Яғни, мәселенің түбіріне әсер етеді. Бір пациентімді есіме түсіріп отырмын. 72 жаста. 10 жыл қиналған. Мен оған күніне 3-4 грек жаңғағын жеуді айттым. Ол маған қарап күлді. Дәрігер, жаңғақ мені құтқара ма деді. 1,5 айдан кейін қайта келді. Күліп тұр. Мен қайтадан еркін адам сияқты сезіне бастадым деді. Бұл сиқыр емес. Бұл ғылым. Егер осы жерге дейін көріп отырсаңыз, денсаулығыңыз сізге маңызды дегенсіз. Лайк басыңыз. Бұл ақпаратта басқа ер адамдарда көру керек. Өйткені көп адам таблетка сатып алып жүр, ал шешім ағашта өсіп тұр. Жалғастырайық. Бізде қазір екі қорғаныс бар. Бадам қабынуға қарсы. Грек жаңғағы өсуді тежейді. Бірақ тағы бір қауіп бар. Жасушалардың зақымдануы. Осы жерде келесі өнім керек. Нөмір 3-ші өнім. Бразилия жаңғағы. Мен оны қалқан деп атаймын. Бұл жаңғақтың бір ерекшелігі бар. Онда селен өте көп. Ал селен иммунитет үшін маңызды элемент. Ер адамдар үшін бұл неге маңызды? Жас ұлғайған сайын ағзада бос радикалдар көбейеді. Олар жасушаларды бұзады. Қабынуды күшейтеді. Ал простата дәл соған өте сезімтал. Селен не істейді? Ол ағзадағы тазалаушы топ сияқты жұмыс істейді. Зақымдалған жасушаларды тауып жояды. Бірақ бір маңызды ереже бар. Бразилия жаңғағын көп жеуге болмайды. Өте күшті өнім. Күніне 1-2 дана жеткілікті. Артық болса, керісінше зиян. Менің бір пациентім болды. 66 жаста. Түнде 5 рет тұратын. Үнемі шаршаған. 1 айдан кейін ол, мен енді 1 рет қана тұрам деді. Көздері жанып тұрды. Қарапайым өзгеріс, үлкен нәтиже. Бірақ біз әлі аяқтаған жоқпыз. Келесі өнім өте маңызды. Көп ер адамдар оны елемейді. Нөйір 2-ші өнім. Асқабақ дәні. Техникалық жағынан бұл жаңғақ емес. Бірақ медицинада оларды бірге қарастырады. Неге? Себебі оның құрамында мырыш өте көп. Ал мырыш ер адам ағзасы үшін негізгі минерал. Простатада мырыш ең көп жиналады. Егер ол жетіспесе не болады? Без үлкейе бастайды. Қабыну күшейеді. Гормон теңдігі бұзылады. Асқабақ дәні осы тепе-теңдікті қайта қалпына келтіреді. Және тағы бір әсері бар. Энергия пайда болады. Көңіл-күй жақсарады. Өзімізді қайтадан ер адам сияқты сезіне бастайсыз. Бір пациентім 74 жаста. Үмітін жоғалтқан. 2 аптадан кейін ол маған. Мен қайтадан өмір сүргім келеді деді. Біз ешқандай ғажайып ем қолданған жоқпыз. Тек ағзаға жетіспеген нәрсені бердік. Ал енді ең маңыздысы қалды. Нөмір 1-ші өнім. Бірақ айтпас бұрын бір нәрсе сұрайын. Егер мұндай қарапайым, түсінікті медицина сізге ұнаса, каналға жазылыңыз. Мұнда сізге ешкім қымбат таблетка сатпайды. Тек нақты, пайдалы ақпарат. Жазылдыңыз ба? Жақсы. Енді негізгі өнім. Нөмір 1-ші өнім. Фисташка. Көп адам оны сырамен бірге елестетеді. Тұзды, қуырылған. Бірақ біз табиғи фисташка туралы айтып отырмыз. Бұл жаңғақтың басты артықшылығы қам айналымына әсері. Простатадағы ең үлкен проблема не? Қанның тоқырауы.
кіші жамбаста қан дұрыс айналмаса, қабыну кетпейді. Фисташка құрамында аргинин бар. Ал аргинин не істейді? Ол азот оксидін түседі. Бұл зат тамырларды кеңейтеді. Қан еркін жүреді. Қабыну азаяды. Жасушалар қоректене бастайды. Бір пациентім операцияға дайындалып жүрген 70 жаста. Түнде 5-6 рет тұратын. 3 аптадан кейін ол маған, мен қайтадан ұйықтай бастадым деді. Міне, сондықтан фисташка бірінші орында. Қазір тоқтайық. Біз негізін түсіндік. Сіздің қорғаныс командаңыз. Бадам, грек жаңғағы, Бразилия жаңғағы, асқабақ дәні, фисташка. Бірақ келесі бөлімде мен ең маңызды нәрсені айтамын. Бір өнім бар. Егер сіз оны жей берсеңіз, біздің барлық еңбегіміз бекер. Ол простатаны үркейтеді, қабынуды күшейтеді, және миллиондаған ер адам соны күнде жейді. Тыңдаңыз. Барлық күш жігерімізді жоққа шығаратын бір нәрсе бар. Бірақ алдымен оқиға айтайын. Менің пациентім Азамат Сарбасылы 70 жаста. Зауытта жұмыс істеген мықты ер адам. Бірақ 70-ке келгенде өзін тіндей сезінді. Түнде 6 рет тұрады. Таңертең шаршау, күші жоқ. Доктор, мен операцияға дайынмын деді. Бірақ біз оған соңғы мүмкіндік бердік. Жаңа таблеткалар қолданған жоқпыз. Кек екі нәрсе. 5 жаңғақтық протокол. Сахар мен сыраны толық алып тастау. Неге сыра қауіпті? Онда фитогормондар бар. Жалпы гормоналды теңдікті бұзады. Іштім ұлғаюына және простатаның өсуіне әсер етеді. Нәтиже, 3 аптадан кейін Азамат Сарбасылы маған келді. Мен түні бойы ұйықтадым, 1 рет қана тұрдым деді. Түсіндіңіз бе? Хирургиядан 1 қадам ғана қашықтықта тұрған адам, тек дұрыс тамақпен тәртіп сақтаған соң қалыпқа келді. Сіздің 7 күндік жоспарыңыз. Денені қалпына келтірудің қарапайым нақты схемасы. Бірінші күн гидратация және дайындық. 5 жаңғақ пен асқабақ дәнін сатып алыңыз. Барлығы жаңадан, қуырусыз, тұзсыз болуы керек. Әр тамақ алдында 1 стақан жылы су ішіміз. Кешке жазба қалдырыңыз. Бірінші күн өтті. Екінші күн селен қалқаны. Таңертең 2 Бразилия жаңғағы. Су ішуді жалғастырыңыз. Кешке рационнан сахарды шығарыңыз. Үшінші күн қабынуды және гормондарды блоктау. Түскі асқа 1 уыс бадам, полдник, 3 грек жаңғағы. Бұл ДХТ гормонының өсуін тежейді. Төртінші күн мырыш қалпына келтіру. Асқабақ дәні 1 ас қасық. Түскі жартылай приседания 20 рет. Таңертеңгі 20 полуприседания. Бесінші күн қан айналымын бастау. Кешкі асқа фисташка 1 уыс плюс асқабақ дәні 1 ас қасық. Тамырларды кеңейту, қан айналымын жақсарту. Алтыншы күн тоталды аудит. Барлық протоколды орындау. Су, 5 жаңғақ, приседания, сахар жоқ. Өзгерістерді бақылау. Түнде қанша рет тұрасыз? Жетінші күн қорытынды және жаңа өмір. Өзіңізді бағалаңыз. Жеңілдік, энергия, сенімділік. Бұл тек 1 апта емес. Бұл жаңа өмір салты. Пиво мен сахарға қайта оралсаңыз, барлық жұмыс бекер болады. Тыңдаңыз. Ең бастысы, простата ағзаңыздың индикаторы. Егер ауырса, немесе ұйқыңызды бұзса, ағзада зақым бар. Сізге тек профилактика мен дұрыс өмір салты қажет. Жаңғақтар, приседания, су және сахарды алып тастау бұл қол жетімді, қарапайым, бірақ күшті әдіс. Егер сізге маңызды болса, каналға жазылыңыз. Мұнда ешкім сізге қымбат дәрі сатпайды, тек шындық. Қорытынды. Бадам қабынуды азайтады. Грек жаңғағы өсуді тежейді. Бразилия жаңғағы қорғаушы, селен. Асқабақ дәні, мырыш және гормондар. Фисташка, қан айналымы. Сахар мен пиво басты жау. Приседания және су микроциркуляцияны жақсартады. Бұл комбинация кез келген 60+ ер адамға түні бойы тыныш ұйықтауға мүмкіндік береді.